Құрметті достар, мінекей JD.ru сайтынан келген кезекті тапсырыстар 20 күннің ішінде жетті. Бұл екі тапсырыс. Бұл екі тапсырыстың ішінде де бірдей смартфон болу керек. Қазір ашып көреміз. Мінекей бизнес стандартқа арналған мінекей мынандай переходник және смартфонның өзі. Екінші коробкада да дәл осындай смартфон болу керек. Қазір сразу ашып көре салайық. Бұның ішінде Meizu M2 смартфоны, мини версиясы, жаңағы Meizu M2 Note-тың 5 дюймдық. Қазір ашып көреміз. Заводской пленкалармен тұрған сияқты. Мінекей достар, смартфонымыз Meizu M2 мини смартфоны. 5 дюймді, өте ыңғайлы, кішкентай ғана, әдемі сүйкімді де көрінеді. Кнопкалардың бәрі өзінің орнында. Мінекей мына кнопкасы, блоктан шығару кнопкасы. Қазір қосылғанша екіншісінде ашып көріп жіберелік. Бұл да мінекей дәл осындай смартфон, ақ версиясы. Комплектациясында мінекей мынандай USB кабель және мынандай инструкциясы ғана бар. Басқа еш нәрсе жоқ. Телефонның өзі, скрепка және блок питания 5 вольт 1,2 амперге арналған. Мінекей достар, қосылды смартфонымыз. Қазір прошивкасын тексеріп жіберелік. Қытайға арналған версиясы, мінекей А деген прошивка қойылған. Жаңағыдай международный версиясында, халықаралық версиясында I деген прошивка қойылу керек. Қазір орыс тілі бар ма екен? Тексеріп жіберейік. Қазақ тілі бар екен тіпті. Қазақ тілі. Русский. Окей, русский, орыс тілі бар. Достар, бұл смартфонның характеристикасы 5 дюйм. HD разрешение 1220-да, 1280-де 720. 5 дюйм. Артқы камерасы 13 мегапиксельді. Samsung камерасы болу керек, шатаспасам. 2,5 мАh батарея, 4 ядрлы МТК процессоры, 2 ГБ азу, 16 ГБ өзінің памяти болу керек. Шатаспасам флешка салынады екен, мынандай комбо дейді. 2 симка, не болмаса бір флешка және симка салынатын. Осындай яшығы бар. Қазір өзі сондай мод болып кетті. 2 симка немесе бір симка, бір флешка салынатын. Мінекей достар, осындай ғана смартфон. Қазір мына камерасын жылдам тексеріп жіберейік. Камерасы осындай түсіреді. 13 мегапиксель. Play Market бәрі орнатылған. Басқа JD.ru-ның өздерінің несін, приложениесін орнатып қойыпты. Өте қолға ыңғайлы. Мына шеттері сопақ дөңес болғандықтан қолға ұстауға өте ыңғайлы. Өте жақсы смартфон. Әдемі. Мінекей астыңғы жағында динамик, микрофон, микро USB, оң жағында мінекей блоктан шығару батырмасы, дауыс реттеу батырмасы, жоғары жағында мини джек 3,5 мм, сол жағында сим картаға арналған лоток, артқы жағында камера және вспышка, логотипі және Мінекей достар, осындай әдемі ғана смартфон. Бұл смартфон бізде Қазақстанда белый ветерде егер шатаспасам шамамен 48 мың
теңгенің көлеміне сатып жатыр. Бұл смартфон маған JD сайтынан $93 келді. Купондарды пайдаланғанда тағы бір тексеретін нәрсе. Қазір минималдары яркость жоқ, басқа Meizu'дағылардай. Басқа Meizu M2 жаңағы Note, жаңағы MX4 болсын, MX5 болсын, андай ең минималдары яркості экран көрінбей қалады мына кезде. Тек қана түн ішінде көрінетіндей болып, сондай деңгейге дейін яркость төмендейді. Мінекей достар, вспышкасы, камера, фонаригі. Мінекей осындай ғана смартфон, өте жылдам, жақсы. Мінекей мына айта кететін жайт, мына кнопкасы екі түрлі қызмет атқарады. Мына бір рет бассаңыз назад деген, мінекей назад деп шығуға болады. Не болмаса бүйтіп қаттырақ бассақ сразу жаңағы рабочий столға шығып кетеді. Сонда екі өзінің қызметі бар. Меню және назад деген қызметті атқарады, және мына соңғы приложениелерді ашатын функциясы мінекей мына жерде екі шетінен жоғарыға тартсақ жаңағы соңғы ашылған приложениелердің списогі шығады. Мінекей достар, осындай ғана әдемі, қолға ыңғайлы, өте жақсы смартфон, өзіме ұнады түрі де. Сапасы да, мысалы, сборкасы барлығы өте жақсы жасалған, монолит, артқы крышка салынбайды. Осындай ғана бір жақсы смартфон. Назар аударып көргендеріңіз үшін рахмет. Алда әлі тағы смартфондар болады. Қараңыздар, көріңіздер, каналға жазылып лайк басыңыздар.